John Wick әлемін. Континенталь заңдары қанды іздер, аңызға айналған бабаяға қайта түрілер. Бұл қараңғы әлемнің өз ережесі бар, алтын монета, вексель бәрі қатаң шат. Кішік дейзі үміт оты соңғы аманат, жүрегінде махаббат, бірақ тағдыр қаратаз. Йозеф фактісін жасады түнде кіріп, әйгілі мұстаң тырлап, кішікті кіріп. Сол сәттен бастап аңыз қайта жанды, жолында тұрғанның бәрі жерге танды. Достар саққан, дұшпан көпі, ақ адам алға бір оқ екі. Жараланған жүрек, бірақ қолда қару, әлем оған арсы, бірақ ол бәрін шағады. Бұл Джон Уик атты аңыз әлемге, баяндайды қысқа кино шоу кезі. Көзінде мұз, жүрегінде от жанған, кек алмай тыныштық жоқ оғыды. Бұл Джон Уик атты аңыз әлемге, баяндайды қысқа кино шоу кезі. Көзінде мұз, жүрегінде от жанған, кек алмай тыныштық жоқ оғыды. Сантина вексельмен қақпан тұрды, ойын жарып тағдырын тіпті білдірді. Римнен Марракешке дейін қанды іздер, әрбір қадамы тек шайқас пен мизер. Кайында ғырсы, бірақ жүрегі дос, қызы үшін күрессе. Уиктің жолы бос, мистер Никто Боулер, Уинстон қасында, әлемдік үстелі қарсы тұр басында. Қанша миллион тігілсе де басына, қанша келер келсе де жетеді қасына. Қала өртенсе де көше толы қан төгіс, Джон Уиктің аты мәңгілік аңыз. Бұл Джон Уик атты аңыз әлемге, баяндайды қысқа кино шоу кезі. Көзінде мұз, жүрегінде от жанған, кек алмай тыныштық жоқ оған. Бұл Джон Уик атты аңыз әлемге, баяндайды қысқа кино шоу кезі. Көзінде мұз, жүрегінде от жанған, кек алмай тыныштық жоқ оған. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Джон Уик сериясының толық сюжетіне тоқталамыз. Көптеген басқа боевиктердегідей қарапайым әрі бос оқиға емес. Джон Уик әлемі шынымен де терең әрі алуан түрлі. Сондықтан бұл серия тек қана эпикалық төбелестер, әдемі қуа қашулар мен атыстардан ғана тұрмайды. Жақсы ойластырылған оқиға үшін Дэвид Лич пен Чад Стахелскийге алғыс айтуға болады. Қызығы сол, олар жұмыстарын каскадер әрі дублер ретінде бастаған, ал киноиндустриядағы сол ерекше тәжірибесі бұл жобаны жасауға үлкен ықпал етті. Сонымен, осы әлемнің қылмыстық жоғарғы шыңында құпиялы қарт немесе ақсақал тұр. Одан кейін кландар кеңесі немесе жоғарғы үстел басқарушы орган орналасады. Ол дүние жүзіндегі ең ықпалды 12 қылмыстық әулеттен тұрады. Қылмыстық құрылымның маңызды элементтерінің бірі бүкіл әлемге тараған континенталь қонақ үйлер желісі. Әрбір қонақ үйдің өз автономиясы мен ішкі ережелері бар. Бұл қонақ үйлер киллерлерге толық қызмет көрсетеді. Демалыс, қару-жарақ арсеналы, бронды костюмдер және тағы да басқа. Алайда мұның бәрі қарапайым ақшаға емес, осы әлемге ғана тән арнайы алтын монеталар арқылы төленеді. Бұл әлемде екі негізгі ереже бар. Біріншісі, континенталь аумағында ешқандай әрекет жасауға болмайды, яғни ешкімді өлтіруге тыйым салынады. Бұл ережені бұзғандар экскоммуникадо мәртебесіне ие болады. Бұл дегеніміз, ол адам енді ешбір континенталь қызметін пайдалана алмайды. Ал осы әлемде бұл өлім үкімімен тең. Екінші ереже, вексель бойынша қарызды өтеу. Вексель қаныңмен қол қойылатын қарыз қағазы іспетті. Бұл қасиетті борыш, одан ешкім құтыла алмайды. Ол осындай арнайы медальон түрінде сақталады. Сонымен қатар тағы бір құрылым бар, ерекше кеңсе, брокерлік агенттік секілді. Оның арқасында қылмыстық әлемнің кез келген мүшесі бірден кез келген адамға жасалған тапсырыстар туралы біле алады. Енді осы әлемнің ережелерімен танысқан соң сюжеттің өзіне көшейік. Біздің басты кейіпкеріміз Джон Уик. Шын есімі Джордан Йованович. Оның өткен өмірінің толық тарихын біз білмейміз, тек кейбір үзінділер ғана белгілі. Болжам бойынша ол Беларусь жерінде дүниеге келген және ерте жасында жетім қалған. Кейін ол Русско-Рома деп аталатын славян сыған қылмыстық ұйымына тап болып, бала кезінен киллер ретінде тәрбиеленген. Би өнері, жекпе-жек, түрлі қарулардан ату, экстремалды көлік жүргізу және тағы басқа өнерлерге үйретілген. Бір кезде Джон Виго Тарасов деген қылмыстық авторитеттің бандасына қосылады. Ол кезде Джон өзінің ісінде ең
мықтылардың бірі болып аты шыққан нағыз жұлдыз еді. Уақыт өте келе Джон Хелен есімді қызға ғашық болады. Ол егер қызбен бірге болғысы келсе ойыннан кетуі керек екенін түсінеді. Сол үшін Вигоға барып зейнетке шығу ойын айтады. Виго болса оның соңғы рет пайдалануды ойлап орындау мүмкін емес бір тапсырма береді. Бір түнде оның барлық бәсекелестерін жою. Қалай екені белгісіз, бірақ Джон бұл тапсырманы орындайды. Ең маңызды сәт сол түні Джон жасырыну үшін Сантино де Антонио деген адамға вексель тапсыруға мәжбүр болады. Бұл сәтті есте сақтайық. Осыдан кейін Джон таза ар-ұжданымен зейнетке кетеді. Ол кезде қылмыстық әлем үшін Джон аңызға айналған тұлға еді. Барлығы оны танитын, қорқатын әрі сыйлайтын. Тіпті оған Бугимен немесе Баба Яга деген лақап тағылған. Сондай-ақ Джон өз карьерасында көптеген адал достар мен сенімді таныстар тапты. Оған біз кейінірек көз жеткіземіз. Осылайша ол өміріндегі ең бақытты 5 жылын Хеленмен бірге өткізеді. Бірақ өкінішке қарай қыз қатты науқастанып қайтыс болады. Өмірден өтер алдында Хелен Джонға Дейзи есімді күшікті сыйлайды. Бұл оның соңғы аманаты еді. Ол Джонда сүйетін бір жануар болып, оны кәдімгі өмірге байлап тұру үшін және оның бұрынғы қатыгез әлемге қайта оралмау үшін жасаған қадамы болатын. Нью-Йорк. Біраз уақыт өтіп, өмір өз арнасымен жалғаса береді. Джон күшігі Дейзиге қамқор болып, өзінің жылы естеліктерімен байланысты Мустан көлігімен серуендеп жүреді. Бір күні жанармай құю бекетінде оған 3 бандит килігеді. Олардың бірі Джоннан көлігін қаншаға сататынын сұрайды. Джон үзілді-кесілді бас тартады. Бұған ашуланған ештеңеден бейхабар гангстерлер оған қоқан-лоққы жасайды. Сол түні сол 3 бандит Джонның үйіне баса көктеп кіріп, күшігін өлтіріп, көлігін ұрлап кетеді. Кейін біз шабуыл жасағандардың бірі Йозеф Тарасов екенін көреміз. Ол Джонның бұрынғы бастығы Виго Тарасовтың ұлы болатын. Йозеф көліктің нөмірін ауыстыру үшін шеберханаға келеді. Бірақ шеберхана иесі Аурело көлікті бірден таниды да Джонның көлігін ұрлаған үшін Йозефті ұрып жібереді. Қорқып кеткен Йозеф үйіне барып әкесіне шағынады. Көп ұзамай Джонның өзі де Аурелоға келеді. Сонда Аурело оған бәрін түсіндіріп береді. Кейін біз Виго мен бұзақы ұлының арасындағы әңгімені көреміз. Әкесінен таяқ жеген Йозефке Виго бар байлықтары мен билігі шынында Джон Баба Яганың арқасы екенін айтып түсіндіреді. Сондай-ақ Виго ұлына енді оның тірі қалуы екіталай екенін ашық айтады. Бірақ соған қарамастан әкелік сезім басым болып, ол ұлын қорғауға бел буады. Ол Джонға хабарласып мәселені бейбіт шешуді сұрайды. Алайда жауабын алдын ала біледі. Содан соң Джонның басына $2 миллион сыйақы тігеді және соның ішінде Джонның бұрынғы досы болған Маркусты да жалдайды. Ал Джон болса жолындағы киллерлерді қырып жойып Континентальға барады. Қонағы үй иесі Уинстон Джонмен өте жақсы қарым-қатынаста болғандықтан оған Йозефтің қайда екенін айтып береді. Уик дайындалып, қаруланып сол жерге аттанады. Клуб ішінде ол көптеген киллерлерді жояды, бірақ Йозеф қашып құтылады. Джон қайтадан Континентальға оралып күшін қалпына келтіреді, бірақ сол жерде оған бір әйел киллер шабуыл жасайды. Дегенмен Джонның досы Маркус көмекке келеді. Континенталь аумағында өлтіруге болмайтындықтан Джон оны тек бейтараптандырып Виго қазыналарын қайда сақтайтынын біледі. Кейін Джон сол жерге барып барлық байлықты өртеп жібереді. Алайда шыға берісте Вигоның адамдары оны ұстап алады. Джонды байлап тастайды, бірақ тағы да Маркус ескі досына көмектесіп үлгереді. Джон киллерлерді өлтіріп ақыры Вигоға жетеді. Ол Вигоны келісімшартты қайтарып алуға мәжбүрлейді және Йозефті қайта жасырғанын біледі. Әрине, Джон оны тауып алып кек алады. Бірақ осы уақытта әлгі әйел Маркустың Джонға көмектескенін біліп қойып, Виго оны жай ғана өлтіреді. Ал Уинстон болса әйелдің қонағы ережесін бұзғанын ұмытпайды. Ол оны экскоммуникада деп жариялап бірден үкім шығарады. Бұдан кейін Уинстон Джонға Вигоның қайда екенін айтады. Баба Яга оны қуып жетіп, финалдық жекпе-жек басталады. Қарумен емес, қолма-қол айқаста екеуі де жарақат алады. Бірақ әрине Джон жеңіске жетеді де Вигоны өлім аузында қалдырады. Өзі болса ветеринарлық клиникаға барып, бір питбул күшігін алып эпикалық түрде күн батқан жаққа кетіп қалады. Сонымен 4 күн өтеді. Джонның көлігі қазір Вигоның ағасы Абрам Тарасовтың қолында. Сонда бір көлікке бола бәрін тастаймыз ба? Ол жай біреудің емес. Джон Уиктің көлігі. Джон оның автосервисіне келіп, адамдарын жайратып салып, көлігін талқандап тастайды. Ақыры Тарасовты тауып алып, онымен бітім жасайды. Кейін көлігін жөндеуге Аурелиоға тапсырады, бірақ сол кеште оған ескі танысы Сантино де Антонио келеді.
Бұл кезінде Джонға орындалмас тапсырманы орындауда көмектескен адам. Енді ол өзінің векселін талап етуге келген. Джон бас тартып зейнетке шыққанын айтады. Бірақ Сантино мұндай жауапқа риза болмай, көшеге шығып, жарылатын қарумен Джонның үйін қиратып тастайды. Осыдан кейін Джон Уинстонмен сөйлесіп, алдымен вексель бойынша борышын өтеп, содан соң Сантиноға кек қайтаруға шешім қабылдайды. Кездесу барысында Сантиноның мақсаты белгілі болады. Ол Джоннан өзінің әпкесі Джаннаны өлтіруді сұрайды. Себебі ол оның орнын басып, жоғарғы кеңестегі билікті иемденгісі келеді. Джон тапсырманы қабылдап Римге аттанады. Ол Джаннаның кешіне кіріп, міндетін орындайды. Бірақ шыға берісте Сантиноның адамдары күтіп тұрады. Олар Джонды да өлтірмек болады, осылайша ол кек ала алмай қалу үшін. Алайда жоспарлар жүзеге аспайды. Кейін Джон Джаннаның жеке қорғаушысы әрі ескі досы Кассианмен кездеседі. Енді жекпе-жектен қашып құтылу мүмкін емес. Екеуі де лайықты шайқасты, бірақ соңында Римдегі континентальдың терезесінен құлап түседі. Сол жерде оларға ережелерді еске салып төбелесті тоқтатуға мәжбүрлейді. Кейіпкерлер барда бір-бірімен стакан көтеріп, бұл мәселе кейін шешілетінін түсінеді. Джон Нью-Йоркке қайта оралады. Ал сол уақытта Сантино Джонның басына $7 миллион сыйақы тігеді. Осы тапсырманы орындауға тырысқандардың бәрі қаза табады. Метро ішінде Джон Кассианмен қайта кездеседі. Қызықты жасырын атыс пен бос вагонда болған төбелес Джонның жеңісімен аяқталады. Бірақ кәсіби этикаға сәйкес ол Кассианды өлтірмей тірі қалдырады. Кейін Нео Морфеске барады. Қателестім. Джон көгершіндер патшасы деген қылмыс әлемінің көсеміне жүгінеді. Көгершіндер патшасы немесе Боулер қылмыскердің көсемі, оның адамдары қайыршылар кейпінде жүреді және бүкіл қала бойынша орасан зор желісі, тіпті әскері бар десе де болады. Бір кездері Джон қандай да бір себеппен оның өмірін сақтап болған. Сол үшін патша оған көмектесуді жөн көреді, әрі өзі де билікке онша разы емес. Боулер Джонға 7 оқтан тұратын тапанша береді. Бұл әр оқ оның басына тігілген әр миллионды бейнелейді. Осылайша ол Джонды Сантиноға жібереді. Джон оның адамдарын жайратып салып, ақыры Сантиноның континентальды табады. Сантино оны мазақ етеді, өйткені қонақ үйдің ережесін бәрі біледі. Осында ол әлі өте ұзақ уақыт өмір сүре алады. Одан кейін не болатынын болжадыңыз ба? Дұрыс. Бум. Және Джон жай ғана кетіп қалады. Келесі күні оны Уинстонға алып келеді. Ескі досы оған Джон енді ресми түрде экскоммуникадо екенін және оның басына тігілген сыйақы 2 есеге артқанын айтады. Дегенмен өзінің байланыстарының арқасында оған 1 сағаттық мерзім беруге дайын екенін жеткізеді. Джон итін ертіп қашып шығады. Жолда ол көзқараспен ақ аңдып жүрген киллерлермен бетпе-бет келеді. Олар тек сол 1 сағаттың бітуін күтіп тұр. Уақыт бітеді және Джонға түрлі киллерлермен шайқасуға тура келеді. Бірақ ол қайда сонша асығып бара жатыр? Ол Руско-Рома ұйымының базасына, яғни өзінің қылмыстық отбасына келеді. Мұндағы басты әйел оны зорға дегенде қолдайды, бірақ шарт қояды. Джон өз отбасынан бас тартып, өзінің кіресін жоюы керек. Осылайша ол келісіп, әйел оған елден шығуға көмектеседі. Джон Мароккоға, Касабланкаға жетіп, жергілікті континентальға барады. Мұнда ол менеджер Софиямен кездеседі. Бір кездері Джон оның қызына баспана табуға көмектескен, сондықтан енді оған вексель көрсетіп көмек сұрайды. Джон Софиядан бұрынғы басқару мүшесі Беррадамен кездесу ұйымдастыруын сұрайды. Кездесуде Джон Беррададан аңызға айналған қартпен жүздестіруін өтінеді. Беррада оған қайда бару керегін түсіндіреді және егер қарт қаласа өзі табатынын айтады. Сосын Беррада әдейі Софияны ашуландырып, оның жанындай жақсы көретін итін атып жібереді. Бұл көмегі үшін төлем секілді еді. Ақыры атыс басталып кетеді, бірақ кейіпкерлеріміз бен иттер жеңіске жетеді. Джон керегін біліп алып, қартты іздеу үшін шөлге аттанады. Осылайша Софияның алдындағы қарызы өтеледі. Ұзақ сергелдеңнен кейін Джон ақыры ассасиндердің қарын табады. Қарт оған бұрынғы еңбектері үшін кешіруге дайын екенін айтады, бірақ бір шарт қояды. Джон досы Уинстонды өлтіруі тиіс, өйткені ол оған көмектескен, ал содан кейін өмір бойы билікке қызмет етіп, олардың бұйрықтарын орындауы керек. Сондай-ақ адалдығын дәлелдеу үшін Джон өз саусағын кесіп тастайды. Осы уақытта Нью-Йоркке басқарудың өкілі судья келеді. Ол Джон Уиктің ісін тергеп, оған көмектескендердің бәрін табуға кіріседі. Әуелі әлгі әйелді, кейін көгершіндер патшасын жазалайды. Оған Джонға берген 7 оғы үшін денесіне 7 жара салады. Джон Нью-Йоркке оралып, континентальға келіп, Уинстонға оны өлтірмейтінін айтады. Ал Уинстон болса билікке қарсы шығуға дайын екенін білдіреді. Осы кезде судья келіп, Уинстонға өз орнын тапсыруды, ал Джонға оны өлтіруді
өлтіруді бұйырады, бірақ екеуі де бас тартады. Сонда судья бұл континентальды секуляризован деп жариялайды, яғни ол жүйеден шығарылып жойылуға тиіс. Көп ұзамай әрине арнайы жасақтар жетіп келеді. Кейіпкерлер консьерж Харонмен бірге қонақ үйді қорғауға кіріседі. Джон қарсыластарын өте әсерлі түрде жояды. Оның ішінде дуэльде лайықты қарсылық көрсеткен мықты сушист те бар еді. Ақырында судья келіссөздер жүргізуге мәжбүр болады. Джон, Уинстон және судья шатырда кездеседі. Уинстон өз билігін қайтарып алады. Қонақ үйдің барлық санкциялары жойылады. Бірақ адалдығын дәлелдеу үшін және барлық сұрақтарды жабу үшін ол Джонға оқ атып, оны шатырдан ауыр соққымен құлатқандай қылады. Алайда Джон тірі қалады. Оны көгершіндер патшасының адамдары тауып алып оған әкеледі. Өзі жаралы Боулер билік жүйесіне қарсы соғысқа дайын екенін айтады. Осылайша Джон жарақаттарын айығып, кейін Мароккоға аттанып, қартты қайта табады. Жол бойы оның адамдарын жойып, қартпен кездескенде артық сөзге келмей-ақ бірден өлтіреді. Осы уақытта басқару мүшелерінің бірі Маркиз Винсент де Грамон Уинстон мен Харонды өзіне шақырады. Ол Уинстонды Джонға көмектескені үшін және оның әлі тірі жүргеніне байланысты қатты сынайды. Жаза ретінде Уинстонды қызметінен босатады. Нью-Йорктегі континентальды жарып жібереді және Харонды өлтіреді. Кейін Маркиз Кайн есімді соғыр келерді шақырып, Джон Уикті өлтіруді тапсырады. Шын мәнінде Кайн мен Джон ескі достар әрі бұрынғы серіктестер еді. Бірақ егер ол бұл тапсырысты орындамаса, оның қызының өмірі қиылады. Осы кезде Джон өзінің тағы бір досына Осакадағы континенталь қонақ үйінің басшысы Симадзу Кодзиге барады. Біршама уақыттан кейін қонақ үйге маркиздің адамдары келеді. Басшы оларға бұл менің үйім, мұнда менің ережелерім деп кетуді талап етеді. Бірақ олар көнбейді де өте эпикалық шайқас басталып кетеді. Осы жерге Кайн да жетіп, оның қаншалықты қауіпті қарсылас екенін көреміз. Джон бұл қақтығыстан қашып құтылады, ал Кайн болса Кодзиге жетіп, оны өлтіреді. Оның қызы Акира, яғни қонақ үйдің консьержі, әкесінің өлімі үшін кек қайтаратынын айтады. Осы уақытта Джон жасырынып кетеді, бірақ соңғы шайқастардың бірінде ол тағы бір жалданбалы киллермен бетпе-бет келеді. Бұл мистер ешкім, өзінің итімен бірге. Ақыры із кешуші Джонды өлтірмей қояды, өйткені оның басына тігілген сыйақы әлі тым төмен, бар болғаны $18 миллион. Джон Нью-Йоркке оралып, Харонның қабірінің басында Уинстонмен кездеседі. Уинстон оған бір жол ұсынады, маркизді дуэльге шақырып өз шарттарын қою. Бірақ дуэльге тек билікке кіретін әулеттердің өкілі ғана шақыра алады. Ал Джон бұрын Руско-Рома отбасымен байланысын үзген болатын, сондықтан ол қайтадан отбасы мүшесі болу үшін Берлиндегі олардың штабына барады. Мұнда оны аса жылы қарсы алмайды, оны Катя есімді әйел күтіп алады. Катя маркиз жергілікті құбыжық Килламен бірігіп, оның әкесін өлтіргенін айтады. Бұған Джонның да жанама кінәсі бар еді. Джон Киллияны өлтіруге, одан кейін дуэльде маркизді де жоюға ант береді. Бұл Катяға тамаша кек болып көрінеді, сондықтан ол келісіп Джонды Киллаға жібереді. Джон оның клубына барады, бірақ ол жерде жалғыз емес. Килла, Кайн, мистер ешкім және Джон төртеуі бір сәтте бір жерде. Әрқайсының өз мүддесі бар. Килла барлығына карта ойнауды ұсынады. Кайн Джонды өлтіруі тиіс, әйтпесе оның қызы өледі. Мистер ешкім де Джонды өлтіруі керек, әйтпесе өзі ажал құшады. Ал Джон Килланы өлтіргісі келеді. Бірақ жеңімпаз әрқашан картаны таратушы болады. Кейіпкерлер бұл жағдаймен келіспей төбелес басталады. Ақырында Джон Килланы қуып жетіп, эпикалық шайқасып, оны өлтіреді де трофей ретінде тісін жұлып алады. Осыдан кейін Джон отбасына қайтып келеді және оны қайтадан қабылдайды. Енді ол маркизді дуэльге ресми түрде шақыру құқығына ие болады. Бұл әрекетті ол Уинстон арқылы жасайды, ал Уинстон да өз шарттарын қояды. Егер Джон жеңсе, Уинстон өз құқығын қайтарып алып, қонақ үйін қайта иеленеді. Ал егер маркиз жеңсе, Уинстон да Джон да өледі. Дуэльдің барлық қатысушылары Парижде жиналады. Деграмонның орнына Кайн шығады, ал Джон өзі үшін. Ақырында домино тастау арқылы дуэльдің орны, уақыты мен қаруы анықталады. Сакре-Кёр ғибадатханасы, таң атқан сәт, тапаншалар. Бірақ айлакер маркиз Деграмон Джонның дер кезінде жетуіне кедергі келтіргісі келіп, оның басына бұрын сонды болмаған $40 миллион сыйақы тігеді. Енді Джон қандай жағдай болса да жетуі тиіс. Осылайша нағыз қырғын басталады. Джон фантастикалық санды киллерлерді жояды. Ең эпикалық көріністердің бірі жол үстіндегі шайқас, жай ғана вау. Тағы бір керемет сәт, жоғарыдан түсірілген бір кадр, от шашатын қарумен атысқан жері. Нағыз шедевр.
қол шапалақтататын көрініс. Осы жерде Джон мистер ешкімен кездеседі. Бірақ маркиздің адамдарымен шайқас кезінде Джон олардың біреуіне итті атып өлтіруге жол бермей, із кесушінің итін құтқарып қалады. Мистер ешкім бұл қимылды өте жоғары бағалайды. Кейін финалдық кедергі баспалдақ. Ғибадатхана төбеде, бірақ жету үшін әскерге толы жолдан өту қажет. Джон ұзақ күресіп ақыры жоғарға көтеріледі, бірақ қайтадан төменге құлап түседі. Сол сәтте Каин пайда болып, досына дуэльге жетуге көмектесуді шешеді. Кейіпкерлер екеулеп жоғарыға жетеді, тіпті мистер ешкім де оларға көмектесуді шешіп, оның итін өлтірмек болған киллерді атып тастайды. Ақыры Джон мен Каин дуэльге уақытында келеді. Дуэль басталады, әр тапаншада бір оқтан. Алғашқы оқпен екеуі де бір-бірін жаралайды. Жақындап келіп, екінші оқпен тағы да ауыр жара алады. Тағы жақындағанда үшінші оқ атылып, Каин Джонды өлімше етіп жаралайды. Осы сәтте маркиздің менмендігі оған жаман әзіл ойнайды. Ол Каиннан тапаншаны талап етеді. Өзі дуэльдің қатысушысы болып, соңғы оқпен аңызды Джонды өлтірмекші болады. Бірақ ол Джонның үшінші оқты атпағанын байқамай қалады. И бум! Маркиз өлді. Каин тірі әрі еркін. Уинстон өз әтелін қайтарады. Ал Джон болса әрең тірі қалса да таңды қарсы алып ауыр жарақаттардан құлап түседі. Соңғы көріністе біз Уинстон мен Боулерді көреміз. Олар Джон Уиктің қабірінің басында тұр, оны әйелінің жанына жерлеген. Қызық жері, Уинстон өзінің Руско Ромо татуировкасын көрсетеді, ал Боулер болса Джонның итін алып кетеді. Ақырында Джон шынымен өлді ме, жоқ па, ол тек болжам ғана. Бірақ 5-ші бөлімнің түсіріліп жатқаны ресми түрде жарияланды. Демек біз күтіп отырамыз. Ал титрден кейінгі көріністе Каин қызына асығып бара жатады, бірақ оны артынан Акира аңдып келе жатқанын көреміз. Ол әкесінің кегін қайтаруға бел буғандай. Міне достар, біз бүкіл Джон Уик кино әлемінің оқиғаларын еске алып шықтық. Джон Уик аңызға айналды, ол туралы ертегі сияқты қорқынышты әңгімелер айтылды. Баба Яга бүкіл қылмыстық әлем дірілдеп қорқатын есім. Бірақ шын мәнінде Джон тек сүйген әйелінің соңғы аманатына адал болып, қарапайым өмірді аңсаған адам еді. Джон Уик бізге бір нәрсені дәлелдеді. Кейде ең қауіпті соғыс сыртқы жаумен емес, өзінің ішкі жан дүниеңмен күрес. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Джон шынымен өлді ме, әлде әлі оралады ма? Өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Видеоны ұнатсаңыз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған киношоу кезі келесі кездескенше. Бұл Джон Уик аты аңыз әлемге, баяндайды қысқа киношоу кезі. Көзінде мұз, жүрегінде от жанған, кек алмай тыныштық жоқ оған. Бұл Джон Уик аты аңыз әлемге, баяндайды қысқа киношоу кезі. Көзінде мұз, жүрегінде от жанған, кек алмай тыныштық жоқ оған.